Баршаңа сәлем, бүгін сіздер Аспан ТВ арнасымен бірге үй жануарларын қазақ және ағылшын тілдерінде тауып әрі үйренетін боласыздар. Ендеше лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Бұл бейнеде қай жануарды көріп тұрсың? Oh no. Тамаша, бұл ит. Ит ағылшын тілінде dog болады. Бұл сүйкімді жануардың атын білесің бе? Иә, бұл мысық. Мысықтар өте сүйкімді болады. Мысық ағылшын тілінде cat деп аталады. Сен бұл құстың қалай аталатынын білесің бе? Бұл тауық. Тауық ағылшын тілінде chicken деп аталады. Ал сен осы жануардың атын білесің бе? Бұл сиыр. Сиыр ағылшын тілінде cow болады. Бұл бейнеде қай жануарды көріп тұрсың? Бұл жануардың есімі жылқы. Жылқы ағылшын тілінде horse болады. Сен бұл құстың қалай аталатынын білесің бе? Бұл үйрек. Үйрек ағылшын тілінде duck болады. Бұл бейнеде қай жануарды көріп тұрсың? Бұл түйе. Түйе ағылшын тілінде camel деп аталады. Сен бұл құстың қалай аталатынын білесің бе? Бұл құс күрке тауық деп аталады. Оны ағылшындар turkey деп атайды. Бүгінгі видеода үй жануарларымен таныстыңыздар деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта!